шынайы дін радикалды және экстремистік идеологияларға қарсы. Сол себепті мұсылмандар рухани келісім құндылықтарына қайшы идеяларды қабылдамай, әр ақпаратты сыни тұрғыдан таразылаған абзал. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасынан діни экстремизмнен сақтандырар 10 кеңес. Дініңізді таныңыз. Исламның тарихы мен сенімді дұрыс дерек көздерден үйреніңіз. Ақпаратты сыни тұрғыдан бағалаңыз. Ғалымдар мен иман ұстаздарға жүгініңіз. Сыни тұрғыдан ойлауды дамытыңыз. Интернеттегі күмәнді ақпаратты талдап үйреніңіз. Әртүрлі адамдармен араласып сұхбаттасыңыз. Диалог пен пікір алмасу толеранттылық пен түсіністікті дамытады. Зорлық зомбылықтан бас тартыңыз. Зорлық зомбылықты дәріптейтін радикалды идеологияны қабылдамаңыз. Қоғамдағы байланыстарды күшейтіңіз. Адамдармен араласып белсенді болыңыз. Білімге көңіл бөліңіз. Білім радикализм мен экстремизмге қарсы күрестің қуатты құралы. Бейбітшілік пен толеранттылықты насихаттаңыз. Түрлі мәдениеттер мен конфессияларды құрметтеңіз. Имамдар мен ұстаздардан кеңес алыңыз. Ислам дініне қатысты мәліметті имам ұстаздардан сұраңыз. Радикализмнің белгілерін есте сақтаңыз. Жақындарыңыздың мінез құлқындағы өзгерістерге мұқият болыңыз.